Қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін Бибайша сіздермен осындай бір лайфхакпен бөліспекшімін. Интернетті жарып жатқан, қараңыздаршы, қандай жылтырап шығады. Менің көңілімнен шықты. Сіздерде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бір жасағаннан бірден кетеді екен. Жасап көріңіздер. Ал бисмиллах деп бастайық. Бірінші менде осындай простой гель. Қандай гель болса да, сұйық гель болса болды, жарай береді. Менде осындай бар болған үшін мен кішкене су құйып жіберемін, сұйықтау болу үшін. Осылайынан жақсылап бірінші араластырып аламын. Гелімді сәл ертіп алатын боламыз. Одан кейін осы геліміз еріп дайын болғаннан кейін осының үстінен 4 ас қасық сода салатын боламыз. Кәдімгі үйде қолданып жатқан осындай содаларыңызды салып жібересіздер. 4 ас қасық салдым мен. Одан кейін уксус құйдым. Мен бұл жерде 60% яблочный уксус құйдым. Үйлеріңізде қандай уксус бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Осылай көтеріледі. Жақсылап араластырып аламыз бір-біріне. Жақсылап сіңгенше осылай араластырып алдым. Енді үстінен қайнап тұрған 2 бокал суымызды құятын боламыз. Осылайынан құйып аламыз. Бізде реакция жүреді. Біздің средствомыз 2-3 есеге ұлғайып кетеді. Жақсылап отырып араластырып алатын боламыз да, енді осыны бүкілі еріп, бір-біріне жақсы болып сіңген екен, ыдысымызға құямыз. Менде гельдің ыдысы болмағандықтан осындай 1 литрлік баклажкаға құйдым. Сіздер өзінің геліңіздің ыдысы босап қалған болса, соған құйсаңыздар болады. Осылайынан құйып алдым. Барлығын құйып, жақсылап шайқап жіберетін боламыз бірінші. Қақпағын жауып, және 1-2 рет шайқадым мен бұл жерде. Шайқап, енді осымен ыдыс жуып көретін боламыз. Мінекей, осылайынан алып, кішкене құятын боламыз. Қараңыздаршы, қалай көпіреді. Мен бұлай болады деп ойламадым. Жасап көргеннен кейін 100% сенімді болғаннан кейін сіздерге көрсетіп жатырмын. Осылайынан енді мынандай менде крышка бар. Сковородканың крышкасы өте май болатын. Осыны сіздермен бірге жуып көретін боламыз. Осылайынан ысқылап отырып жусаңыздар, өте тамаша кетіреді екен. Ыдыстарыңыз жылтырап тұрады ғой. Осылайынан бүкіл жеріне тигізіп, ысқылап тұрып жуып алдым. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қараңыздаршы, қандай жылтырап шықты. Бүкілін кетірген, мінекей. Қарасаңыздар болады. Жуып шайып қойдым мен мына жерде. Енді осындай бокалдарымызда 1 рет жуып алатын боламыз. Сары дақтарын, майларды өте жақсы кетіреді екен. Қолданып көрулеріңізге кеңес беремін. Қараңыздаршы, бірден көпіргенін қарасаңызшы. Осылайынан көпіріп шығады екен. Геліңізде эконом, ыдысыңызда тап-таза болады. Қараңыздаршы, өте әдемі жылтырап тұрады екен. Қасықтарына көріп қуандым.